Өңірде 5 күннің ішінде 120-дан астам тұрмыстық зорлық зомбылық фактісі тіркелген. Бұл туралы тұрмыс республикалық акциясы аясында белгілі болды. Жедел алдын алу шарасы тамыздың 13-не дейін жалғаспақ. Каждый день пьет, дебоширит. Вы сотрудников полиции вызываете, да? Было такое дело. У нас с 7 по 13 число проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Арнайы ұйымдастырылып отырған акция барысында тәртіп сақшылары тұрмыс жағдайы төмен отбасыларды аралап жүр. Жанұя мүшелерімен әңгімелесу кезінде заңды бұзса қандай жауапкершілік күтіп тұрғанын және жалпы азаматтардың құқықтарын түсіндіреді. Шараға өңірден 300-ге жуық полицей жұмылдырылған. Полиция қызметкерлерімен отбасы тұрмыстық қатынастарға алдын алу бойынша буклеттер әзірленіп, онда жауапкершіліктер, алдын алу іс-шаралар және сенім телефондар көрсетілген. Халықты ақпараттандыру мақсатында аталған буклеттер мен жадынамалар адамдар көп жиналатын орындарына таратылатын болады. Республикалық акция басталғалы бері өңірде 124 тұрмыстық зорлық зомбылық фактісі тіркелген. Оның 17-сі сенім телефон арқылы түсіпті. Қазір арнайы есепте 290 азамат тұр. Оның 78-і маскүнем болса, 27-сі тұрмысы төмен отбасылардан шыққан. Мамандар өз кезегінде тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшыраған әйелдерге үндемей қалмай 50-41-87 немесе 102 телефон нөмірлеріне хабарласа алатынын еске салады. Ақтолқын Сұлтанханқызы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.